сәлеметсіздер ме балалар? Көркем әдебиет сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы салт дәстүрді білу не үшін керек? Тұсау кесу. Суретке назар аударайық. Қандай рәсім болып жатыр деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар, тұсау кесу. Балалар, тұсау кесу рәсімі туралы не білесің? Баланың тұсауын қай кезде кеседі? Жарайсыздар балалар, тұсау кесу рәсімі қазақтың салт дәстүрлерінің бірі. Бала қаз-қаз тұрып, алғашқы қадамын басқан кезде тұсауын кесеміз. Баланың тұсауын жас әйел адамдарға, жүйрік балаларға және де атақты ер азаматтарға ырымдап кескізген. Баланың тұсауын кесу үшін не қажет балалар? Жарайсыздар балалар, дұрыс айтасыздар. Ақ жол, пышақ және ала жіп қажет. Баланың тұсауын алдынан артына қарай кеседі. Ал енді балалар бейнежазбаға назар аударайық. Қаз балам, қадам бассаң мәз болам. Қаз балам, тақымыңды жаз балам. Көрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін. Қадамыңа қарайық, басқаныңды санайық. Қаз балам, қадам бассаң мәз болам. Қаз балам, аяғыңды бас балам. Балалар, видео не туралы болды? Айтып бер. Бірге жаттайық. Бөпеміз қаз тұрыпты, алға қадам басуға, тәй-тәй жүріпті, асулардан асуға. Тұсау кесу ептілік, игі дәстүр құрметті ол. Мені жүйрік депті жұрт, менен асқан жүйрік бол. Жарайсыңдар балалар, ребусты шешіп көр. Дұрыс жауабы тұсау. Тұсау кесу рәсімі кезінде балақайға қандай заттарды сыйлар едің? Суретін сал. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.